Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен PayPal қалай кошелекті қалай ашу керек екенін түсіндіретін боламын. Ол үшін paypal.com деген сайтқа кіресіздер. Сосын зарегистрироваться деген басасыздар. Сосын мына жерге Қазақстан таңдайсыздар. Неге Қазақстан таңдайсыздар. Сосын өтекнен түсіндір. Мына жерге өзіңіздің фамилияңызды жазасыздар. Мысалы мына жерге өтірік жасасақ. Неге достар осылай істейсіздер? Міне осылай жазасыздар. Мына жерге National ID дейсіздер да. Жоғына паспорт номер дейсіздер. Мына жерге үйіңізді жазасыздар. Сосын мына жерге өзіңіздің үйіңізді, мысалы Алматы, мысалы көшеңізді или бірдеңе микрорайон анау мынау соны жазып тастайсыздар. Мына жерге Алматы, например, мынау микрорайон или көше болса, мысалы 14-ші микрорайон. Сосын қайсысы? Ақтөбе, Алматы. Мына жерге өзіңіз индекс код дейді, білесіздер ме? Почтаның коды, мысалы біздікі 130-600 деген сияқты. Осындай 6 саннан тұрады. Өзіңіздің үйіңіздің астында поштадан көресіздер. Сосын өзіңіздің туған күніңіз. Өзіңіздің жылыңызды жазасыз. Мына жерге нөмірді. Осылай нөмір жазасыздар. Мысалы өтірік жазып отырмын. Осылай, сосын мына жерде екеуін басасыздар. Және мен өз толтырып шығасыздар да. Мына жерге істейсіздер. Вот, міне осылай істейсіздер. Өзіңіздің банкоматыңызды тіркейді, кейін тіркейін баса беріңіз. Ол туралы видеоны кейін түсіремін. Сосын міне өз аккаунтыма бару деген жасасыздар. Вот міне. Мына жерде өзің жаңағы ойыннан затысымен ақшалар тұрады. Және ана жерде сізге PayPal кошелегіңізді жаз дегеніңізде осы жердегі атыңызды жазасыздар, түсінікті ма? Поштаңызды, точнее. Мінекей осылай. Ал келесі видеода осы PayPal кошелектен қалай ақша шығару алды, яғни Каспий Голдқа аударуды түсіндіремін. Қош сау болыңыздар.